Әр дәуірдің өз шамшырағы бар. Қазақ үшін ол Бекет ата. 18 ғасырда өмір сүрген Бекет ата халық бірі, ұстаз, ағартушы. Ол мешіттер салып, шәкірт тәрбиеледі, елін қорғады. Бекет ата мұрасы білім, имандылық пен мейірім. Ол бізге тек өткеннің тарихы ғана емес, болашаққа жол көрсететін шамшырақ. Бекет ата бізге бірлікті, мейірімді, ізгілікті аманат етті. Бекет ата қазақ руханиятының мәңгі шамшырағы.